Соңғы сұрақ, 9-шы сұрақ, 3-ші және 4-ші ғасыр мемлекеттік дума қазақтардан сайланбау себептері қандай? Бірінші, екінші мемлекеттік дума сайланды, 3-пен 4-ке. Кеңес бүгінгі тақырыппен тығыз байланысты, бірақ жұмасы біз білесіз, басқа. Аяулы. Нендей процесс болып жатыр бұл жерде? Үлкен жиналыстар өткізілді, сол кезде біздің қазақ депутаттары өздерінің шағымдарын айтып, өз шағымдарын айтып, олардың қарсылықтарын білдірді. Яғни бірінші либерал демократтар, екінші революционер демократтар деп бөлінеді. Екі бағыт ұстанады, бірақ мақсат бір. Осы кісілер, мен негізгі деген көш басында жүрген азаматтардың бейнесін алған болатын, кімдер танимыз ба? Айтып отырайық. Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхан, негізі нелерін анықтадыңыз ба, проблемаларын айттыңыз ба? Қандай проблемалар бар деген анықтадыңыз ба? Сосын қазақ жеріне сосын барлық жерде мешіттер медресе салуды, жастарды исламды қалыптастыруды ислам дінін яғни ол әдебиет ілімінің көшбасшысы, оған мысалы 1907 жылы Санкт-Петербургтан Уфат татар газетінде қосымша Серке газетін шығарған болатын, және де қазақ газетіне ұйымдастырушылардың бірі болып саналады. 1909 жылы Қазан қаласындағы Шарқ баспасынан оның әйгілі «Оян қазақ» өлеңі жарық көреді. Жалпы патша үкіметіне деген көзқарасы бүкіл біздің диалогтар сияқты патша үкіметіне қарсы көзқарас, наразылық білдірген болатын. Себебі сол кезде патша үкімет жергілікті тұрғындардың жерлерін тартып алу саясаты жүріп жүрді. Ол кезде отаршылық және қазақ жеріне селендердің келуіне толықтай қарсы болған болатын. 1907 жылы патша үкіметінен қазақтардың мемлекеттік думаға қатысуға болмайтыны жарығына қарсы шыққан. Соның дәлелі Серке газеті 1907 жылы. Сонымен қатар ақын барлық жерлерге медреселер мен мешіттер салуға, жастар арасында ислам дінін насихаттауға халықты шақырған. Басты проблемалары исламның құрметтеңіздер деген айтты ғой, христиандар негізгі сыйлады. Ол заттарына келісетін сөзі 1916 жылы патша жарлығына байланысты жұрт сенбей соғылды, түнде ұйқыдан күндіз күлкіден айырылды. Жұрт сенбей соғылды. Қазақ газетінің жабылып басын тартыр болып саналады. Қашан болды ол газет, қашан жұмыс жасап тұрды? Қоғамдық саяси бойынша көтерілген мәселелер, бұл сауаттылық мәселесі қазақ тілінің деңгейін көтеру мақсатында жұмыс жасаған. Оған дәлел 1910 жылы негізге алынған және 1912 жылы жазылған әліпби. Тіл мәселесін бірінші орынға қойған дейсіз. Иә, келесі. Патша билігіне қарсы көзқарасы кеңес үкіметіне қарсы шықты, либерал демократияны ұстанды, яғни қарқаралы позициясына құрастыруына және оны тікелей жеткізуге қатысты. Тікелей жеткізуге. Жанболат, осы жерде сен бір нәрсені ұстап жіберейін, бір қатені естіп қалдым. Есіңізде? Кеңес үкіметіне қарсы петицияны ұйымдастырған дейсің, бұл жерде кеңес үкіметі болған жоқ. Патша үкіметі болды, осы жердің қателесті. Иә, келесі. Сұраққа жазған жауабымыз бұл проблема. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ халқының өмір сүруінің өзі проблема деген сөзі бар. Бұл сөзбен қазақ халқы патша үкіметінің бодан болған кезінде көптеген қиыншылықтардың көргенін дәлелдейді. Мысалға, Столыпиннің аграрлық реформасын алуға болады.
соңында қазақ өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп сақтанбаңыздар. Жарай ма? Жақсы, мына сұраққа қалай жауап бересіз? Өте жеңіл. Бұл националистік Россиялардан айтылған бір кішкене арнау деп біліңіз. Жүрекке өтеді деген ойдан сіздер деген бұйырса мектептен түлеп ұшасыздар, шетелге асып кетесіздер, бірақ Алаш деген біздің ұлы тұлғаларымыз бар екенін ұмытпаңыздар. Орындарыңызға қайта қабатасына орындаймыз. Дауысы шығарыңыз. Болса дағы зорға қаласын, алатмаған тиісті бағасын. Қадірге жете алмадық кеше бұрын, қайранасыл арыстаны болып Алашым. Мойындаса қалып қашпағандықта, Алаштың басшым қамқорлық танытты. Ешқайсысы көксеген жоқ билікте, қалған қылып тығылған жоқ халықта. Елімде ағандықтан асқан жоқ. Екінші қатар жинап бере қазір. Сіздің соңынан жиналып барған, е? Бірінші сұрақ, сақтарыңызды өздірек. Яқырамаймыз. Бірінші сұрақ Алаш партиясының жетекшісі, қол көтеріп тұрды. Яқырайым. Мен байқап қойғанмын да. Дұрыс вариантын қарап алыңыздар. Мен байқамай тұрмын. Біз Жангелді Тоқаш көкеміз қол, 6-да сол жұмысына қарсы алуға дұрыстасыз ба? Мен бір минут ашасыз. Хронологиялық ретінде орналастыру неге мен былай қойдым өйткені Оян қазақ өлеңі басылып шықты, ғана айтып бардыңыздар. Айттыңыздар. 1909 жылы басылып шықты. Маса өлеңі айтылмай қалды. Ахмет Байтұрсынов Мекен шағын ауданында ашылған ол зиялыларынан Алашорда үкіметінің зиялыларына арнап ашылған Азаттықтың аттан атты мемориалдық кешен. Ол Жүсіп Қалиев деген мүсінші салдырған толықтырып кетейін сөзімді. Осы біздің облыс әкімі осы тәуелсіздіктің 30 жылдығының қарсаңында декабрьдің 30-ына жаңағы 16-сына, желтоқсан 16-сына қарсы күнде осыны тұрғызған болатын және ішіне әдейілеп қазақтың Ақтөбе жергілікті тұрғындарын жаңағы алаш қайраткерлерін енгізіп осы мені мемориалды тұрғызған екен. Балалар, еске салам, бірақ мына нәрсені істеңіз. Өз туған жеріміздегі алаш қайраткерлерін құрметтей, тым болмаса осының басына барып бір гүл шоқ қойып тағзым етуге сіздерге бір кішкене сұрайтыным осы. Жақсы, жауабы. Бүгінгі сабағымызда жалпы либерал демократтардың көзқарасын сипаттадық және көтеріліске шыққан революционерлерін де сипаттадық. Бүгінгі сабақта енді мана белгілеп отырсыздар ғой, маған бағалау парағынан өзімді ескеріп отырамын. Дегенмен